балалықтың дәмі балда корж жасаймыз деп шештік. Осымен бұл корждарды жасау үшін бізге миска керек болады. Одан кейінгі керек дүние вилка, кистичка силиконды, формочка керек болады. Одан кейін бізге миксер керек болады. Осы миксердің көмегімен барлығын езіп, құрғақ массамызбен сұйық массамызды араластырып, қамыр илеу нәтижесінде корж дүниеге келеді. Шекер керек болады, сүт, сармай, разрыхлитель, ұн, жұмыртқа керек болады. Мен бұл жерде 2 порцияны алдым, сіздер 1 порция половинасын алсаңыздар да болады. Енді ұнымызға разрыхлителімізді салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Негізгі рецепт бойынша біреуінің жартысын пайдалану керек жұмыртқаны, бірақ біз үйде көп болғандықтан балдар жейтін болғасын, мен 2 жасадым. Осылай заказға пісірсеңіздер де болады. Былайша айтқанда, бұл совет уақытындағы корждың рецептісі, совет уақытындағы гость бойынша дайындалған корж. Смазкаға азғантай алып қалдым. Шекерімен салып ездім. 190 грамм деген, өздеріңіз білесіздер. Бұндай тәтті қосаңыздар да бар. 190 өзі көріппен 150 граммдай салдым. 180 грамм салдым. Соның өзінде слишком сладкий болды. Қараңыздар.
үстіне құрғақ массаларды саламыз. Сосын қамыр илейміз. 400 граммнан қателеспесем ұн салып илейміз. Илегеннен кейін осындай жұмсақ тесто шығады, көрдіңіздер ме? Сосын екіге бөліп алдым. Мен екі түрлі формада жасағым келді. Сіздерде жаңағы менің формочкам адам кейпінде болды. Дөңгелектің өзін мен дөңгелетіп жасай қойғанмын. Соны да формаға салып кескеніңіз абзал болады екен. Сонда сүйкімді, жегенде тартымды болады екен. Осылай оқтаудың көмегімен жазып аламыз. Көрдіңіздер ме? Өте жұмсақ тесті. Жабыспас үшін ұнның көмегіне жүгініп, осылай жасап алдым. Қалыңдығын қараңыздар. Қатты қалың қылмағаныңыз абзал. Пряйне құсап үйлеспейді. Жобасын өзіңіз қарап реттеп алыңыз. Где-то менде 1 сантиметрге жетпейді. 7 миллиметрдің жобасында кестім. Менің кісімді жақсы істелді. 1 сантиметрлерін пряйнеге болып шығып кетті. Соны қараңыздар. Где-то 7 миллиметр 1 сантиметрге жеткізбегеніңіз абзал. Сонда қоржыға ұқсайды. Дөңгелек форма мен қолдың көмегімен жүгінгенмін. Көрсетіп жатырмын. Қолдың көмегімен жүгінгенмін. Абзалы қолдың көмегімен жасап алғаныңыз. Себебі не істейді? Формасы келіспей қалады екен. Сонымен обязательно міндетті түрде бір формочка алып, сонымен кескеніңіз дұрыс.
дайындалу жолын барлығын неде көрсетіп қойдым. Пісірілуін видеода анық тегжейлі, ешқандай қиындығы жоқ. Бастысы балалық кездің нағыз қоржы болды. Үстіне не жағасыз? Жұмыртқаның сарысын жағасыз, сумен араластырыңыз деді. Мен сумен араластыруды ұмытып кеттім. 10 грамм сумен араластыру керек. Соның өзінде де күшті шықты. Каналым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, басқа да рецепті, басқа дүниелерді қарасаңыз болады.